үйде ұяда не көреді, ұшқанда соны іледі. Сондықтан өздерінің өмір сүру дағдылары қандай болады әке мен шешесінің, ертең бала шағасы сондай болады. Кейде біз бүйтіп жатамыз, кейде мен айттым ғой жаңа, психолог ретінде де, ақын жазушы ретінде де менен көмек сұрайтын адамдар көп, қарапайым адамдар көп, мұқтаж менің көмегіме. Сонда айтып жатады, балаңды жақсы жаман бол деп тәрбиелемейміз ғой, осындай бала болады деп ойлаған жоқ едім деп жатады кейбір ата-аналар. Әсіресе жалғыз басты аналар көп көмек сұрайды. Сонда мен олардың өзіне сұрақ қоямын, жаңағы анаға, мысалы жалғыз басты анаға, өзің қандай семьяда өстің? Сөйтсем ол өзі де жалғыз басты анасының қызы екен. Тура шешесінің қателігін қайталап, жаңағы баласынан кейін, екі баладан кейін ажырасып кеткен. Бір мысалды есіме түсіп отыр қазір, соны айтып отырмын. Сен өз шешеңнің қателігін қайталадың. Енді сен анау біреуі ұл, біреуі қыз екен баласы. Сен тура сол қателігіңді мына екі балаңа таңып отырсың ғой, сен қарағым-ау. Неге ажырастың десем, сөйтіп кетті, бүйтіп кетті. Енді қазіргі жас отау иелері, жас шаңырақ иелері сабырсыздау, шыдамсыздау. Енді жалпы жас кезде бәріміз де сабырсыз, шыдамсыз болдық қой. Бірақ түпкі өмір сүру дағдысының ең түпкі мақсаты үйлі баранды болу. Сосын әкесі, шешесі бар толық отбасы болу. Осы нәрсені көбінесе ойламай, бір шайпау мінезден от шығарып алып, ал кеттім мен деп төркініне кетіп қалып, кетсең кет деген оған күйеуі, сөйткенде барғанда басқа біреуге үйлене салған. Міне, ал анау екі баласымен қалған келіншек қазір өкінулі. Екі тізесін құшақтап, осындай зардап шегіп отыр. Көрдіңіздер ме? Осындай жұмыстар болады. Осы балалардың ата-аналарына адал, мейірімді болу үшін не істеу керек? Балалардың өз ата-анасына мейірімді болу үшін бұл туралы мысалдар қазір теледидарларда, видеороликтер дейміз бе, немесе ақпараттық баспасөз ақпарат құралдарында да, газет журналдарда да көп жазылады. Көретін көз болса, тыңдайтын құлақ болса, шынында да, сосын түйсінетін адам болса, кәнекей. Дәл осы нәрседе баланың өзіне мейірімін туғызу үшін ата-ана өзінің жан-жағына мейірімін көрсете білу керек. Көбінесе титтей осы 5-6 жасқа дейінгі бала әкесі мен шешесінен көргенін қағып алады. Одан кейін сен 7-8-ге жасөспірім жасқа келгенде мен оны енді тәрбиелеуді бастайыншы деш, сен жіберіп алған қателіктерің, ол оның бойы қатайып қалған, жас шыбық кезінде сіңдіру керек. Сол кездерде көрсеткен нәрсеңді ол бала қағып алады. Сосын құлағына ең болмағанда көрсете алмасаң, сен мысалы енді ата-енеңмен бірге тұрмайтын шығарсың, немесе ата-енең жоқ, жанұя шығарсың, сен күйеуің ғана мысалы, жалғыз басты шығар күйеуің, мысалы. Сондай отбасында өскеннен кейін сен енеңді, ана ретінде енеңді сыйлауды үйрете алмадың балаларыңа, олардың апасын сыйлауды, атасын сыйлауды, атасына қалай қарауды сен көрсете алмадың дейік, мысалы, балаларыңа. Ол кезде ең болмағанда, соны балаларды сабағын оқытып отырғанда, балабақшадағы әңгімелерін ортаға алып пікірлесіп отырған кезде, ең болмағанда құлағына құя беру керек. Соны айтып отыру керек. Құлағына құя беру керек. Жалықтырып алмау керек. Баланың қызығушылығын туғыза отырып, баланың өзін тыңдаған бола отырып, бір мысал болса да, бір мысалды құлағына құйып отырсаң, ана баладан қатыгез бала шықпайды кейін. Осы қатыгездікке келіп тоқтап отырық қой. Қазіргі балаларымыз шынымен қатыгездеу болып келе жатыр. Оған жаңағы смартфон дейміз, ойындар дейміз, неше түрлі ойындар дейміз, солардың әсер қатты келіп жатқан сияқты. Бұған қандай пікір айтар едіңіз? Келіп жатыр. Смартфондардан, мынау теледидар, жалпы ғаламтордан шошынып жатқан үлкендер бар. Біз бұған дейін де мынау егемендік алдық, еркін ел болдық, емін еркін өсетін халыққа айналдық деп алғашқы тәуелсіздік жылдарында баланы уыстан шығарып алдық, бала тәрбиесін. Ол кезде интернет дамымай тұрғанның өзінде. Ойпырмай анау Қытай халқы да бір мысалдар бар ғой, енді Жапон халқы балаларын төрге отырғызып қояды екен, сен болашақ президентсің, сен болашақ мэрсің деген сияқты.